Сәлем оқушылар, бүгін сендермен алкендер тақырыбын қарастырамыз. Бұл қанықпаған көмірсутектердің үшінші маңызды бір өкілі және бұған байланысты тестте сұрақ келмеуі мүмкін емес, себебі бұлардың ішінде ацетилен көбіне реакция түрі және оларға байланысты сұрақтар міндетті түрде келеді. Бұл тақырыпты міндетті түрде толықтай бар назарларыңды салып тыңдауды ұсынамын. Алкендер дегеніміз құрамында үш еселі байланыс бар. Яғни үш еселі байланыс деп отырғанымыз біреуі сигма және екеуі пи байланыспен байланысқан, яғни жалпы формуласы CnH2n-2 болатын қанықпаған көмірсутектер болып табылады. Алғашқы өкілі бұның этен деп аталынады. Екі көміртектің болуына байланысты, немесе оның екінші атауы ацетилен. Яғни ацетилен есен болса да, этен дейтін болса да, оның формуласы C2H2 екенін естерінде сақтағандарын жөн. Ол мысалы мына жердегі жалпы формулаға байланысты бізде шығып тұр. Ацетилен мысалы n орнына 2-ні қоятын болсақ, және сутектегі 2-ні қоятын болсақ, 4-тен 2-ні алсақ, осы жерде ацетиленнің формуласы C2H2 екені көрініп тұр. Жалпы бұның формуласын ұсынған Бердло бізде ең бірінші мүшесі ацетиленнен басталғандықтан бұл алкендерді ацетиленді көмірсутектер деп атайды. Енді оның гомологты қатарын қарастырайық. Бұл этеннен, яғни бұл жерде n-нің мәні 2-ден үлкен немесе тең деп қарастырамыз. Себебі бұл жерде екінші көміртектен басталып тұр, бірінші көміртектен басталатын оның алкеннің мүшесі жоқ. Этен формуласы C2H2, яғни оның құрылымдық формуласы ортасында 2 байланыс және осы көміртектің 4 валенттілігін сақтай отырып, бұл жерде сутекте екі жағында бір ғана сутек қана бізде формула бойынша болып тұр. Ал пропенде 3 көміртек, яғни бұны пропеннің 3 көміртек, жалпы сутекті біз алдына бір сутек қоямыз, және соңғы жағында бір байланыс, және бұл жерге 3 сутек жетпеуіне байланысты 3 сутек қоямыз. Және бутин бірдікін қарастырсақ та тура солай. Бұл жердегі мына цифр мен өткен сабақтарда айтып өттім. Естеріңде болса, бұл біздегі қос байланыстың орнын көрсетеді. Пентин бір ұзын тізбекте 5 көміртек болуына байланысты біз оны пентин 1 деп қарастырамыз, және гексин 1 ары қарай тура осылай жалғасып кете береді. Ең бастысы 3 қос байланыстың, яғни 3 еселік байланыстың тек бір ғана жерде болуын естен шығармаңдар. Бұл оның алкеннің ерекше құрылымдық формуласындағы басқа класстардан ерекшелігі осында. Енді қарастырып өтсек, оның физикалық қасиеттері алғашқы екі біздегі этен және бутинге дейін олар газ, агрегаттық күйлер, ал ол 5-ші көміртектен бастап 17-ші көміртекке дейін сұйық заттар, ал 18-ші көміртектен бастап олар қатты заттар болып табылады. Біз көбіне 8-ші, 10-шы мүшесіне дейін қарастырамыз. Ары қарай бізде уже олар күрделі қосылыстар қатарына жатады. Олардың атом құрылысын көрсететін болсақ, бұл атом құрылысы, яғни sp гибридтен түрі тән бұл жерге, яғни бұл жерде 3 еселік байланысады. Оларда бізде қарап отырсаңдар, арасында бұрыш ол 180 градусқа тең, гибридтен өтәні sp3, ал арасындағы бұрышы бізде 180 градус және байланыс ұзындығы ол жерде 0,120 нанометрге тең. Яғни бұл sp гибридтену болғандықтан оның байланыс ұзындығын арасы 0,120 нанометрге тең болып тұр. Енді бұл алкендерге изомер, ол екі түрлі изомер, яғни бірінші көміртек қаңқасы бойынша изомер бар, және еселік байланыстың орнына байланысты, және классаралық изомертан. Еселік байланыстың орнына байланысты деп отырғанымыз, яғни мына жердегі байланыс, ол қай жерге келіп тұр, соған байланысты. Яғни жақта пентин 1, яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші көміртек, яғни мына жердегі еселік байланыс қай жаққа жақын, сол жақтан бастап біз номерлейміз. Егер оны CH жақын болса, сол жақтан бастап номерлейтін едік. Бірінші көміртектен кейін қос байланыс тұр, ұзын тізбекте 5 көміртектің болуына байланысты, біз оны пентин 1 дейміз. Ал енді екінші оның изомерін қарастырайық. Ол бізде үшінші көміртекте радикалды бірінші жазамыз, яғни метил радикал тұр. Сондықтан үшінші көміртекте метил радикал бар екен, 3 метил деп басталатын сондықтан. Және ұзын тізбекте бізде 4 көміртек бар. Соған байланысты бутин және еселік байланыстың орны бірінші көміртектен кейін болғандықтан
ол бізде 3 метил бутин 1 болып тұр. Және естеріңде болса, классаралық изомер ол алкиндерге ол алкаден. Алкин мен алкаден ол бір-біріне еселік классаралық изомер. Яғни пентин 2 мен пентаден 1,3, яғни олардың жалпы формуласы бірдей, CnH2-2. Яғни мына жерде де C5 ол H8 болады, және пентаденде де C5H8. Олардың құрылымдық формуласының айырмашылық бар. Ден көмірсутектерінде, алкадендерде 2 жерде қос байланысы 2 болады, ал алкиндер класында 1,3 еселік байланыс тек қана бір жерде болатын, естерінде сақтаңдар. Классаралық изомер, мына жерде қарап отырсақ, гексен 1 мен гексаден 1,3-ті көрсеткенбіз. Яғни жаңағы айтып өткендер, алкиндер мен алкадендер бір-біріне классаралық изомер болып тұр. Енді алкиндердің алынуын қарастырайық. Жалпы алыну біз кез келген класты қарастырған кезде, олардың өнеркәсіпте, зертханада алынуын қарастырамыз. Өнеркәсіпте ацетиленді химиялық, яғни шикізат газдан алады, яғни оны жоғары температурада қыздырса, оны пиролиз десе деп айтады, ол көміртек пен сутекке айырылатыны белгілі. Бірақ метанды айырған кезде ацетилен дейтін ол жерден аралық өнім түсіреді. Яғни ол жерде толық көміртек пен сутекке ыдырамайды, ол жерден ацетилен мен сутекке ыдырайды. Яғни ацетиленді реакция жүретін ортадан тез алып кетіп салқындатпаса, одан ары қарай көміртек пен сутекке айырылып кетеді. Ол яғни тез айырылу реакциясына бейім болып келеді. Ары қарай алкиндерді қарап отырсақ, метаннан алу, жаңағы айтып өткен реакция ол 1500 градуста жүреді. Ол ацетилен алыну, және бізде метанның алынуының екінші түрі жаңа көміртек пен сутекке алыну бар, көміртек және сутекке. Осы кезде біз міндетті түрде есептің шартында, немесе сендерге берілген тапсырмада міндетті түрде естерін сақтау керек. Метанды айырылғанда, метан қанша градуста айырылғанда, немесе метанның айырылу кезінде түзілетін өнім ацетилен ба, әлде көміртек па? Себебі бізде көміртекте түзілетін жағдай болады, және метаннан ацетиленде түзілетін жағдай болады. Соны біз міндетті түрде қарастырған жоқ. Міндетті түрде сендерде тапсырмада ацетиленнің мәнін беру мүмкін, немесе метан айырылған кезде, ацетилен түзілген кездегі сутектің қалыпты жағдайдағы көлемі деп берілуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде осы нәрсені есте сақтаймыз. Және екінші алыну түрі ол бізде ацетиленді кальций карбидінен алу. Бірінші кальций карбидін аламыз, кальций оксидіне сутек қосып, кальций сосын барып, ол жерден не істейміз? Кальций карбидінен біз су қосып, кальций гидроксиді және ацетилен аламыз. Екінші алыну. Енді лабораторияда, яғни лабораторияда бізде кальций карбидін сутекпен әрекеттестіріп алынған, және оларды көріп отырсыңдар кальций С2 мен СО, және ол жерден су қосып, кальций карбидін алады. Мына жерде суретін көріп отырмыз, кальций карбидіне, міне мына жерде түйіршік тәрізді, ары қарай оны біз су қосу арқылы, су қосқанымыз, мына жерде көріп отырмыз суды. Және ол жерден су құйылған кезде мына жерде кальций гидроксиді және С2H2 газы бөлініп тұр. Зертханада алудың тағы бір несі, ол түрі көмірсутектердің, яғни ацетилен көмірсутектерін алкандардың дигалоген туындыларынан алуға болады. Яғни дигалоген туынды деп отырғанымыз алкандарда мына жерде қандай? Бізде калий несі OH калий гидроксидінің спирттегі ерітіндісі арқылы бізде бұл жерде не алған? Пропин алған. Яғни пропин 1 мынау бізде. Содан кейін калий бромиді түзілген, және бұл жерде су түзілген. Және тағы бір алу жолы, ол бізде алкандарды біз дегидрлеу арқылы, яғни этанды дегидрлеу деген минус H2 деген сөз, сутекті бөліп алу, сол кезде бізде ацетилен мен сутек түзіледі. Енді олардың аталуы бойынша номенклатурасын қарастырайық. Бутин 1, яғни қос байланыстың орны бойынша бутин 2, екеуінің айырмашылығы қандай? Яғни ол жерде олардың орналасу, қос байланыстың орналасу орны бойынша. Бірінші көміртектен кейін орналасса, бұл жерде бутин 1 болып тұр, ал екінші көміртектен кейін орналасса, онда ол бутин 2. Ал енді пентин 1 де тура солай. Ұзын тізбекте 5 көміртек болуына байланысты пентин деп аталды. Және қос байланыстың орны бізде бірінші көміртектен кейін. 3 метил бутин 1 болып тұрғаны,
Ол бізде ұзын тізбекте 4 көміртек. Біз метил радикалы 3-ші көміртекте тұр, сондықтан 3 метил деп бастайды. Одан кейін ұзын тізбекте бутин 4 көміртек болуына байланысты бутин 1 деп басталынады. Пентин 2-дегі қос байланыстың орны 2-ші көміртектен кейін. Сондықтан бізде пентин 2 болып тұр. Енді 4, 5, 5, 3 метил гексин 2 деп. Көбіне осындай формулалардан біз көбіне шатасуымыз мүмкін. Енді қазір қарастырайық. 1-ші көміртек, 2-ші көміртек, 3-ші себебі мына сол жаққа, оң жаққа қарай жақын болып тұр қос байланыс. 4-ші, 5-ші және 6-ші. Енді 4, 5, 5 деп неліктен? 4-ші көміртекте метил радикалы бар, және 5-ші көміртектің үстінде де астында да бар. Мен өткен сабақтарда айтқан болатын, бір көміртекте үстінде де астында да, яғни екі жағында да бізде радикалдар орналасса, радикалдар деп отырамыз. Метил немесе этил радикал, қандай радикал болсын. Онда біз ол цифрды 2 рет жазамыз, яғни 5-шінің үстінде де астында да бар деген сөз. Және мына жердегі радикалдардың барлығы метил радикал болғандықтан, олар үшеуі де 3 деген, яғни 3 метил радикал бар деген, 3 деген атпен, 3 деген жалға сондықтан қолданып тұр. Метил радикалы және ұзын тізбекте бізде 6 көміртек бар, сондықтан гексин. Қос байланыстың орны 2-ші көміртектен кейін, сондықтан 2 болып тұрған сондықтан. Енді 2-ші формуланы қарастырайық. 2 мына көміртек тізбегі сол жаққа қарай, оң жақта емес, сол жаққа қарай жақын болыпты. Сондықтан біз мына жақтан бастап номерлейміз, яғни сол жақтан бастап 2, 5 деп тұр, 2-ші көміртекте метил радикалы бар, және 5-ші көміртекте үстінде метил радикал, но астында этил радикал. Бұлардың радикалдардың айырмашылығы бар ғой, этил мен метил. Сондықтан біз бұны 5 деп жазған жоқпыз. 2, 5, екеуінде метил радикал болғандықтан D деп атадық, но біріншісі, екіншісі. Және 5-ші көміртекте үші астында бізде этил радикал бар. Сондықтан біз 5 этил ұзын тізбекте 7 көміртек болуына байланысты, және қос байланыс 3-ші көміртектен кейінгі болуына байланысты, оны 5 этил гептин 3 деп қарастырдық. Яғни мына жерден сендер оның аталуын, яғни қос байланыстың орны бойынша айырмашылығын көре алдыңдар. Енді біз оның химия қасиеттеріне тоқталайық. Химия қасиеттері деп отырғанбыз, яғни бұл алкендер класының өкілі қандай реакцияға түседі. Бұл жерде бізде тағы бір есте сақта деген, естерінде болса мендегі бізде как шпаргалка немесе формула ретінде жалпы формуланы жаттап алу емес, түсініп жаттау үшін сендерге берілген не еді? Естеріне сақтау үшін берілген бұл как лайфхак реті, сол ретінде қарастырына, яғни біз есімізде сақтайық. Алкенге егер біз сутек қосатын болсақ, біз сол жерден алкан, бірінші негізі алкен аламыз, сосын барып алкан аламыз. Яғни бұл деп отырғанымыз ацетилен, оның формула C2H2, яғни C2 мына жерде CH, 3 байланыс CH болу керек. Яғни бұған сутек қосатын болсақ, бізде C2H4 түзіледі. Яғни C2H4-тен кейін бірінші реакция, одан кейін барып мына жерден эттен түзілді, яғни алкен түзілді. Алкенге сутекті қоссақ, алкен түзіледі. Ал алкенге сутекті қоссақ, дальше онда біз алкан аламыз. Яғни алкеннің мына жерде эттен, немесе этилен деп айтады, оған сутекті қоссақ, бізде этан алынады. Яғни этен деп айтады, бұның екінші атаумен айттым, ацетилен деп айтады, ацетилен. Мынаны этен деп айтады, немесе этилен деп айтады. Екеуі де бір алкеннің атауы. Енді бұл жерде катализатор платина, палладий немесе никель болады. Бұл көбіне Лебедев ережесі бойынша қос байланыс сутектің орнын басқан радикалдар аз болған сайын олар оңайырақ гидроленеді. Яғни гидролену үшін катализаторда олефин молекулалар олар адсорбцияланбайды деліп қарастырылған. Келесі екінші, бұны олефиндер деп отырғанбыз, яғни алкендердің екінші атауы. Галогендерді оңай қосып алады. Енді бірінші галогендерді есімізде сақтайық. Ол бірінші ацетилен түзіледі, CH, ол бронмен қосылады. Сол кезде C2, CH2 түзіледі. Одан кейін барып, ол жерден CH2 қосылып барып, ол жерде не түзіліп тұр? CH2 бром дейін.
галогендерді оңай қосылып алады, яғни CH2 бұл жерден былай болып тұр. Яғни бірінші этен алынады, сосын сол этенге бром қосу арқылы ол жерден бром этан алынады. Яғни мына жерде қарап отырсаңдар, қосылу реакциясы бұл жерден галогендермен қосылу болып тұр. Енді гидрогалогендену деген ол қалай? Гидрогалогендену ол көбіне бұл жақтан қарап отырсақ, галоген сутектерді қосып алуды қарастырайық. Галоген сутектерде бұл жерде этиннан, яғни галоген сутек деп отырғанымыз H-хлор немесе H-бром, оңында басқа да заттар болып мүмкін. Катализатор қатысында винил хлорид түзіледі. Яғни винил хлорид деп отырғанымыз мына жерде бірінші, екінші көміртекте. Бірінші көміртек пен екінші көміртек, яғни бұл жерде этиннен тікелей галоген сутекті қосу арқылы ол жерден не алынып тұр, винил хлорид алынып тұр. Енді сендерде сұрақ болуы мүмкін, мысалы тізбекте былай деп те тізбектер келеді, яғни сендерде органикалық қосылыстардың тізбектері қазір көбіне осылай тест түрінде келеді. Ол жерден CH2 алынады, осы жерден сендерден ары қарай поливинил хлорид қалай алынады деп осылай көрсетіліп тұрады. Яғни сендер ол жерден біреулерін керексіңдер. Кальций карбидіне су қосатын болсақ, ацетилен алынады, мына жерде су керек. Ал CH2-ге H-хлор алатын болсақ, онда біз винил хлорид аламыз. Ары қарай винил хлорид ол жерден полимеризация реакциясына түсіп, ол жерден поливинил хлорид алынады. Дәл осы реакция бізде көбіне сұрақтарда келіп жатыр. Яғни бұл жерде бұлардың тізбекті түрде бір-біріне айналу реакциясы болып табылады. Енді галогендену реакциясын қарастырайық. Галогендену реакциясында этин немесе ацетилен, ацетиленнен көбіне ацетилен дейді. Броммен әрекет ететін болса, онда мына жердегі қос байланыстың біреуі үзіледі, ол жерден сол қос байланыс үзілген жердің орнына бром барады да, бром этен түзіледі. Яғни алкеннің галоген туындысы түзіледі. Галоген туындысы. Ары қарай ол жерден дибром этен броммен қосылады да, ол жерден 1-1-2 тетраброметан. Тетраброметан деп отырғаны, бұл жерде бромның саны 4 болғандықтан, бізде тетраброметан болып тұр. Яғни құрылымды формасын жазатын болса, CH-бром, CH-бром, бром. Осылай үстінде астында болады. Сондықтан бұл 1-1 деп отырған үстінде астында бар деген сөз, 2-2 деп отырған үстінде бром, астында бром бар деген сөз. Және бромның саны 4 болғандықтан тетра деген жалғауланған, және ол жерде 2 көміртек болуына байланысты этан деп аталған. Арасындағы байланыста бір ғана дара байланыс болғандықтан ол этанға жатқызып тұр. Ал мына жерде 2 қос байланыс болғандықтан бұл жерде 2 қос байланыс болуына байланысты бұл этен деп аталған. Бірінші және екінші көміртек үстінде бром нелер тұр, 2 бром тұр, сондықтан дибром және қос байланыс болғандықтан дибром этен. Мына ең соңғысындағы атау ол біздегі мына жердегі байланыстың дара немесе этен бір байланыс, дара байланыс болу немесе 2 байланыс болса, ол алкендер қос байланысқа жатуына байланысты айтылады. Енді сендерде бұндай тізбекті реакция болуы мүмкін. Мысалы, бізде былай деп келеді, C2H2 немесе CH4 қой мына жерде. CH4-тен CH2 бром, яғни C2H4 бром 2. Ары қарай CH4 бромнан, яғни бұл жерде бірінші этеннен бром алынып тұр. Яғни қараңдар, CH4-тен, яғни этеннен, алкеннен, былай айтқан кезде, алкеннің галоген туындысын алу үшін, онда біз бұл жерде D1-2 дибром этан түзіледі. Ең соңғы сөзіне мән беру керекпіз. Ал егер ацетиленнен, яғни алкеннен алынатын болса, онда 1-2 дибром этен түзіледі. Яғни алкен түзіледі. Мынада алканның галоген туындысы, анада алкеннің галоген туындысы.
мына жерде де алкен. Осы жерде көп оқушылар осы реакциядан шатасып жатады. Сол үшін де мен бұл жерден осы реакция бойынша жіктеп көрсетуді дұрыс деп санадым. Енді ары қарай алкен, мынау галоген, мынау алкеннен, мынау бізде алкен ғой. Бұл қандай алкен? 1, 2, 3, 4, яғни бутен, бутаден, екі жерде қос байланыс бар. Бутаден бұл 1, 4, иә. Бутаден 1, 4-ке бром 2-ні қоссақ, 1, 4 дибром бутен 2. Яғни тура қос байланыс мына жерде үзілген жеріне бром барып орналасады. Ары қарай енді ол бізде алкендер гидратация реакциясына жүреді. Бұл реакцияны, яғни оның нәтижесінде сірке альдегид түзіледі. Бұл сынап сульфатының қатысында жүреді. Бұл реакцияны Кучеров ашқан, сондықтан бұл реакция Кучеров реакциясы деп аталынады. Кучеров реакциясы деген есте сақтап алыңдар, ол сұрақта сендерде міндетті түрде келеді. Яғни бізге егер этин әрекеттесетін болса, немесе ацетилен сумен әрекеттесетін болса, есте сақтаңдар, ол жерде сірке альдегиді түзіледі. Ал егер пропин әрекеттесетін болса, сумен ол жерде кетон түзіледі. Альдегид пен кетонның айырмашылығын біз алдағы уақытта қарастырамыз. Ең бастысы пропинге соғысатын болсақ, бізде пропанон түзілетін біліңдер, ал мына жерден бізде сірке альдегиді түзілетін есте сақтаңдар. Кетон класы ол, бірақ мына жерде пропанон түзіледі. Мынау бізде бұл жерден сірке альдегиді немесе бұны этанол дейді. Яғни альдегидтерге альдегид жалғау қолданады, ал кетондарға он деген жалғау жалғанады. Келесі ол полимерлену реакциясына түседі, яғни ацетилендер көбейіп, бір-бірімен әрекеттесіп, олар бұны немесе тримерлеу реакциясы деп айтады. Ол жерде былай айтқан кезде 3С2H2 ацетилен 3 еселенеді, ол жерден бензол алынады тікелей 600 градуста. Келесі реакция оның тотығу реакциясы немесе оны жану реакциясы деп атайды. Яғни ол жерде мынау сендерге готовый сендерге берілген формула сияқты. Яғни оның жалпы формуласы алкиндікі. Кез келген реакцияны осы формулаға қойсаңдар, сендер қалған өкілдерін жаза бересіңдер. Мысалы, гексинді де жаза бересіңдер. Яғни мына жерден 6-ны қоямыз, мына жаққа 6-ны қойып, С6H2 көбейту 6 минус 2, иә. Бұл жерде сонда қанша болады? С6H10 болады, иә. С6H10-ға O2-ні қосатын болсақ, ол жерде CO2 және H2O түзіледі. Енді ары қарай уже реакция біз құрып жаза береміз. Егер ацетиленге соғысатын болсақтар, барлық кезде бізде CO2 мен H2O-ға ыдырайды. Яғни мына жерде ацетилен жанып тұр. Яғни бірінші өкілі, екінші өкілі пропин жанып тұр. Ары қарай пропин, бутен, пентен, гексен, гептен солай бір-бірімен қосыла береді. Главный сендер оның жалпы жанған кезде оның CO2 мен H2O түзілетін естерінде сақтағандарын жөн. Енді бұл алкендер класына сапалық реакция, оның бізде калий перманганаты арқылы реакциясы болып табады. Яғни бұл жерде ацетиленнен калий перманганаттың қатысында тотығатын болса, онда өзде қымызды қышқылы түзіледі. Бұл бізде карбон қышқылдарына жатады. Бұл реакция еселі байланыстарға сапалық реакция екен естен шығармаңдар. Ары қарай бізде бұл реакция орын басу реакциясынан түсіледі, яғни молекуласында осы 3 байланыс, мына жерде көріп отқандарындай, орын басу реакциясына түсіп, ол жерде ацетиленнің металл туындылары ацетилениттер түзіледі. Мынау бізде ацетилениттер. Яғни бұл жерде сұр түсті тұнба, мына жерде тұнба болғандықтан стрелка төмен қаратып орналасқан. Осы реакция түрінде белгілі есептерде бар. Сол кезде осы реакцияны естен шығармаңдар. Яғни бұл жерде мына сутектердің орнына бізде күміс барған, қарап отырсыңдар. Мына жерде сутеккеде, мына жерде сутеккеде күміс басқан. Солай естеріне сақтасаңдар болады, және реакция нәтижесінде мына жерде оттекпен қалған сутек қосылып, су молекуласы түзілген.
Енді ацетилен, яғни бізде алкендердің ең көп кездесетін өкілі, яғни көп қолданылатын, олар бізде қандай нелерде, қандай өндірістерде қолданылады? Ол біріншісі металдарды дәнекерлеу, яғни сваркада қолданылады. Екіншісі ол поливинилхлорид алуда. Үшіншісі, яғни пувак клейлерін алу кезінде. Төртіншісінде ол бізде синтетикалық талшықтар алу кезінде, төртінші және жетінші суреттен көріп отырғандарындай. Және ол бізде көксағыз алынуда және еріткіштерді өндіру үшін қолданады. Бұны қолданылуы бізде қысқаша осылай. Енді ұбт сұрақтарында, яғни осы жерден міндетті түрде сендерге талдап кетуді жөн көрдім. Себебі бұл сұрақтар бізде реакция теңдеуі сендерге келуі мүмкін, немесе есептер қалай келеді, соны көрсеткім келіп отыр. Өнеркәсіпте ацетиленді алу үшін пайдаланатын заттектер. Яғни мына жерде қарап отырсақ, ол жерде табиғи газ, пропан, мұнай, тас көмір, целлюлоза деп тұр. Ацетиленді алу үшін көбіне бұл табиғи газдар, жаңағы айтып өткен реакция. Метаннан біз не алатын едік, ацетилен алатын едік. Метан деп отырғанымыз, ол бізде табиғи газ, Және зертханада ацетиленді алу реакциясы, есімізде сақтаймыз, кальций карбидінен суды қосу алу арқылы реакция бізде бұл ацетиленді алудың именно зертханадағысы. Ал өнеркәсіпте, мына жерде естеріңде болса, давайте артқа қайтып, еске түсіріп көрейік. Міне зертханада оны кальций карбидінен алады, ал өнеркәсіпте оны метаннан алады. Осы екі жағдайда есте қалдырғандарын жөн. Енді поливинилхлоридті алып отырғанымыз жаңағы винилхлоридтердің полимерлерінің нәтижесі. Бұл көбіне трубалар жасауда, линолеум, дастархан және жасанды тері алуда қолданылады. Осымен сендерге берілген алкендер тақырыбын толықтай, оның химия, физика қасиеттерін және соған сәйкес реакция теңдеулерін толықтай түсіндірдім. Алдағы сабақта толықтай келесі тақырыптарды сендерге сұрақ болатын болса, онда міндетті түрде өздерің тікелей сұрауға болады. Ендеше сәттілік, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.